Саламатсыздар ма, құрметті достар, сіздермен бүгін 4-ші сыныптың математикасының 38-ші сабағын бастаймыз. Сабақты қорытындылау. Бірінші есеп. Көлемнің өлшем бірліктерінің кестесіне сүйеніп, бос орындарға тиісті сандарды қой. 9 метр кубта қанша дециметр куб бар? Соны анықтау керекпіз. 9 метр кубта 9000 дециметр куб бар. Келесі 18000 дециметр кубта 18 метр куб бар. Келесі 3000 сантиметр кубта 3 дециметр куб бар. Келесі 60000 сантиметр кубта 60 дециметр куб бар. Келесі есепті шығарайық. Фигуралардың қабырғаларын өлше және ауданын тап. Өзіміз линейкамен өлшеп, олардың ұзындығын, енін, қабырғаларын біліп алу керекпіз. Енді мен өзімнің өлшегендерім бойынша шығаратын боламын. А1 деп мынаны белгілеп аламын. Мынау А1-ге тең. А1 25 мм. В дегеніміз мынау. Мынау А1. Мына жер А1. В тең болады 20 мм. А2, мынау А2, мынау А3. А2, А3. А2 мен А3 бірдей екен. Олар 10 мм. Енді бізге ауданын табу керек. Ауданын табу үшін С тең С1 қосу С2 қосу С3. Мына жерде 3 бөлікке бөлінген ғой. Осы үшеуінің әрқайсының ауданын тауып алу керекпіз. Енді біз бірінші С1-ді табайық. С1-ді табу үшін В-ға көбейтемін А-ны, А3-ті және оны бөлемін 2-ге. Себебі, 2-ге бөлген себебі мынадай бір фигура болса, тең жартысы мынаяқ болып тұр. Сол себепті мен оны 2-ге бөліп тастадым. Сонда оның жауабы тең, орнына қоямыз. В-ның орнына 20 қоямыз. Көбейту H-тың орнына 10-ды қоямыз. Бөлемін 2 дейміз. Сонда жауабы тең 100 мм квадрат болады. Енді С2-ні табайық. С2-ні табу үшін А1-ге көбейтемін В-ны. Сонда тең болады 25-ге көбейтемін 20-ны. Бұл жерде барлығы белгілі болып тұр. Сонда 500 мм квадрат болады. Енді С3-ті табамын. С3-ті табу үшін А2 көбейтемін В. Бөлемін 2. Бұл да дәл жаңағыдай жартысын алу үшін солай шығарып жатырмын. Сонда 10-ға көбейтемін 20-ны, бөлемін 2-ге тең 100 мм квадрат болып есептеледі. Енді осы үшеуін де қосып шығамын. С тең 100 қосамын 500 қосамын 100. Сонда тең 700 мм болады екен, миллиметр квадрат. Мына фигураның ауданы жауабы 700 мм квадрат болып есептелінеді. Енді келесі фигураныкын шығарайық. Бұны да біз линейкамен өлшеп аламыз, және де біз бұл жерді 3 түрлі тіктөрт бұрышқа бөліп тастасақ болады. 1, 2. Енді аудандарына байланысты. Мынау С1 болсын, мынау С2 болады, мынау С3 болады. Осылай бөліп аламыз да, енді әрқайсын шығаратын боламыз. А1, мынау А1. Сонда А1 тең 25 мм. В1 тең 20 мм.
А2 тең А3 тең 5 мм, В2 тең В3 тең 10 мм. Бұл жерде А2 дегеніміз мына жер, А2, А3 дегеніміз мына жер. Ал В1 мен В2 дегеніміз ол мына жер. Мына жер В2, мына жер В3. А мынаның жалпысы барлығы В1. Енді осыны шығарайық. С1-ді табамыз бірінші. Сонда тең А1-ге көбейтемін В1-ді. Тең болады 25-ге көбейтемін 20-ны. Сонда тең 500 мм квадрат. С2-ні табамын. А2-ге көбейтемін В2-ні. Тең болады 5-ге көбейтемін 10-ды. Тең 50 мм квадрат. С3-ті табамын. С3-ті табу үшін А3-ге көбейтемін В3-ті. Тең 5-ге көбейтемін 10-ды. Тең 50 мм квадрат. Енді жалпысыны табу үшін 500 қосамын 50, қосамын 50. Тең болады 600 мм квадрат. Келесі есепті шығарайық. Амалдарды орында дейді. 45 дециметр кубтан 59 сантиметр кубты алып тастаймыз. Сол кезде біз мынаны бірінші 45.000 сантиметр деп айналдыру керекпіз. 45.000 сантиметр куб. Одан 59 алып тастаймыз. Сонда 44.941 сантиметр куб болады. Келесі 74 метр кубты айналдырамыз. 74.000 дециметр куб болады. Одан 145 алып тастасақ 73.855 дециметр куб болады. Келесі 50 сантиметр кубты 50.000 миллиметр куб деп айналдырамыз. 50.000 миллиметр куб. Ол дегеніміз азайтамыз. Сонда 35 миллиметрді 49.965 миллиметр куб болады. Келесі 10 сантиметр кубтан аламын 63 миллиметр кубты. Тең болады. Сонда 10.000 миллиметр куб аламын 63 миллиметр куб. Симай қалды ғой, мына жаққа жазайыншы. Жоғарғы жағына жазайын. Миллиметр куб, одан 63 миллиметрді кубты алып тастасақ 9.937 миллиметр куб болады. Келесі 1 метр кубымызды сантиметр кубқа айналдырамыз. Сол кезде мынауымыз 1 миллион болады. 1 миллион сантиметр куб. Одан 4750 алған кезде 995.250 сантиметр куб қалады. Келесі 69 сантиметр кубымыз 69.000 миллиметр куб болады. Одан 609 алып тастасақ 68.391 миллиметр куб болады. Келесі есепті шығарайық. Тапсырманы орында. Сыйлықтар өлшемі 20 сантиметр көбейту 25 сантиметр көбейту 15 сантиметр қорапқа салынды. Әрбір сыйлық суретте көрсетілгендей таспамен байланды. Егер түйіні мен ұшына 50 сантиметр қалдыратын болса, қорапты байлау үшін қанша сантиметр таспа қажет? Осындай 5 сыйлықты байлау үшін қанша таспа қажет деп
есеп берілген екен, осыны шығаратын боламыз. Олай болса, есептің берілгенін жазайық. Ең бірінші А тең 20 сантиметр. В тең 25 сантиметр. С тең 15 сантиметр. Д бұл жерде 50 сантиметр түйіні мен ұшы. Түйіні мен ұшына. Бір қорапқа қанша сантиметр таспа? Бір қорапқа қанша сантиметр таспа? Және 5 қорапқа қанша сантиметр таспа? Осыны анықтау керекпіз. Шешу деймізде, бірінші периметрді табамыз. Олай болса, 2-ге көбейтеміз А-ны, қосамыз, 2-ге көбейтеміз В-ны, қосамыз, 4 көбейтеміз С-ны, қосамыз Д. Осы бойынша П-ны табатын болсақ, 2 көбейтемін 20, қосамын, 2 көбейтемін 25, қосамын, 4 көбейтемін 15, қосамын 50-дің өзін ғана. Сонда жалпы тең болады 200 сантиметр. Бұл бір қорапқа. Бір қорапқа. Енді бізге 5 қорап керек қой. Сол себепті П-ны 5-ге көбейтеміз. Бұл дегеніміз 200-ді көбейтеміз 5-ге деген сөз. Сонда тең жауабы 1000 сантиметр болады екен. Бұл 5 қорап. Келесі есепті шығарайық. Текшенің көлемі 27 дециметр куб. Текшенің қырлары нешеге тең? Текше дегеніміз ол білеміз, барлық қабырғалары бір-біріне тең, осындай бір фигура. Осының біз қырын табу керекпіз. Сонда көлемі 27 дециметр куб, ал бір қабырғасын табу керекпіз. Олай болса, шешуі 27 тең А куб болады да, А-мыз тең болады 3-ге, 3 дециметрге. 3-ті өз-өзінен көбейту керекпіз. Сонда 3 көбейту 3 көбейту 3 тең 3-ті 3-ке көбейтеміз 9, 9-ді 3-ке көбейтеміз 27. Осылай шығып тұр. Келесі 6-шы есеп. Есептерді шығар. Бірінші, шипажайдың бір бөлмесіне жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін әрқайсында 12 метрден болатын 8 орам түсқағаз керек. Осындай 5 бөлмеге жапсыру үшін неше метр түсқағаз керек дейді. Бір бөлмеге 12 метрден 8 орам. 5 бөлмеге қанша метр түсқағаз керек дейді. Оны анықтау үшін 8-ді көбейтемін 12-ге, сонда тең 96 метр. Енді оны 96-ны көбейтеміз 5-ге. Бұл бір бөлме 96, ал біз 5 бөлмені табу үшін 5-ге көбейтеміз, сонда 480 метр болады. Бұл 5 бөлменің жауабы. Енді келесі Ә деген есепті шығарайын. Мынау А болды. Шипажай бөлмелерін жөндеу үшін 480 метр түсқағаз қажет. Егер бір орамда 12 метр түсқағаз болса, қанша орам сатып алу керек? Бір орамда 12 метр. Орам санын анықтау керек. Ал бұл жерде барлығы 480 метр. Ол үшін шешуі деп қоямыз да. 480-ді бөлеміз 12-ге. Тең болады 40 дана болады. Жауабы 40 дана. Келесі есепті шығарайық. Есептерді шығар. Арман қабырғаларының ұзындығы 4 см шаршы пішінді қағаз парақты 2 төртбұрышқа бөлді. Осы тік төртбұрыштардың бірінің периметрі 10 см, екіншісінің ауданы қаншаға тең деп сұрап тұр. Оны анықтау керекпіз. Ол үшін есептің берілгенін жазып алайық. В тең
4 сантиметр. P1 тең 10 сантиметр. Екіншісінің ауданын табу керек. Ол үшін шешуін табу үшін P тең 2 көбейтемін A1 қосамын V деген формула арқылы шығарамыз. Енді есептейік. 2 көбейту A1 қосамын 4 тең 10 болады. A1 қосамын 4 тең 10-ды бөлемін 2-ге. A1 қосамын 4 тең 5 болады. Келесі A1 тең 5-тен аламын 4-ті. Сонда A1-іміздің ұзындығы 1 сантиметр болды. Енді A1-ге қосамын A2-ні. Сонда тең болады 4 сантиметр. Енді A2-ні табу үшін 4-тен алып тастаймын A1-ді. Ал A1 бізде 1-ге тең. Сонда A2-міз тең 4 алу 1 тең 3 сантиметрге тең. Енді S2-ні таба саламыз. Сонда A2-ге көбейте саламын V-ні. Тең болады. Сонда 3-ке көбейтемін 4-ті. Жауабы 12 сантиметр квадрат болады. Келесі 8-ші тапсырма. Суретте текшелер салынған қорап бейнеленген. Осы қорапқа ең көп мөлшерде қанша текше сыйғызуға болады? Егер текшелердің қабырғалары 4 сантиметр екендігі болса, қораптың көлемін табуға болады ма? Ол үшін біз мына қораптың ұзындығын 6 деп алайық. Ал енін 3 деп алайық. Ал биіктігін 2 деп алайық. Ал бұл жерде әр текшенің А текше деп қойын. Әр текшенің ұзындығы 4 сантиметр. Енді осының біз көлемін табу керекпіз. Және қораптың көлемін табу керекпіз. Олай болса, V тең A көбейту V көбейту S деген формуланы білеміз. Осыған байланысты 6-ға көбейтеміз 3-ті, оған көбейтеміз 2-ні, сонда тең болады 36. Енді V қорап табу үшін V текшені көбейтеміз V-ға. Сонда жауабы V-ті тең A-ның кубы тең 4 көбейтемін 4 көбейтемін 4. Себебі текше дегеннің 3 қабырғасы да бір-біріне тең. Жалпы барлық қабырғасы бір-біріне тең. Сонда 64 сантиметр куб болады. Енді V қаны табу үшін екеуін бір-біріне көбейте саламын. 64-ті көбейтемін 36-ға. Сонда жауабы тең болады 2304 сантиметр куб болады. Ал бұл дегеніміз тең 2 дециметр куб 304 сантиметр куб болады. Келесі 9-шы есеп. Тапсырманы орында. Егер торкөздің қабырғасы 5 мм-ге тең болса, фигураның боялған бөліктерінің ауданы қанша болады? Ол үшін біз бір торкөздің ауданын тауып алу керекпіз. Олай болса, берілген жазайық. А тең 5 мм. Боялған бөлік саны, бөлік саны 11 торкөз. Осы боялғанның ауданын табу керекпіз. Ол үшін бізде формула бар, я? С тең 2 қабырғасы да бірдей болса, А-ға көбейтемін А-ны деп жазамын. Сонда С-ны табамын. 5 көбейтемін 5 тең 25 миллиметр квадрат болады. Енді 11-нің санын жалпы біз ауданын табу үшін 25 миллиметр квадратты 11-ге көбейте саламын. Сонда 275 миллиметр квадрат болады. Жауабы боялған бөліктің ауданы 275 миллиметр квадрат болады.
Оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Кешірім сұраймын, менің ауырып тұрғаным байқалған шығар. Мен сонда да сіздерді сабақтан қалып кетпесін, міндетті түрде түсіндірейін деген ниетпен шығып тұрмын. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің еңбегімді бағалап лайк басып қойыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.